осы нәрсемен бізде көп адамдар клиент жинаған осы сөзбен. Кім мысалы ағылшын тілі курсы болады, сонда ағылшын тілін үйрену үшін күніне 466 теңгені жинап отырсаң, бұл заттың бағасын, гарантияның бағасына бөлесіздер. Тақырыпқа болсын, оферға болсын, жалпы сандарды қалай жазу керек? Көп деп жазбаймыз, екі есе мен мысал ретінде айттым. Көп деген нәрсе керек емес, нақты цифрмен. Сосын мынаның өздері өлең айтты. 1 жыл емес, 12 ай деп жазасыздар. Көп деген айтты қой жаңа, көп пайда табасың деген нәрсе емес, екі есе пайда табасың деген сияқты. 500 клиент емес, 497 клиент. Артық айтуға ұялсаңыздар, осылай қысқартып айтасаңыздар, бірақ цифр бар. Көрдіңіздер ғой. 60 мың теңге, айына 5 мың теңге. Осыны жазып алыңыздар, мен осыны түсіндірейін деп тұрмын қазір. Қазір курсқа көптеріңіз 95 мың теңгемен жазылдыңыздар ма? Кім 120 мыңға кім жазылды? 120 мың. Жақсы, 120 мың дей саламыз. Калькулятор аласаңыздаршы біреуіңіз телефонмен. 120 мыңды 60-ға бөліңіз. 2 мың теңгеден түседі. Қараңыздар. Сіздерге былай айтамыз да, біз 60 күн бойы күніне 2 мың теңгені төлеп отырсаңыз, сіз айына кемінде 500 мың теңге табыс табатын бір кәсіпті меңгеріп кете аласыз дейміз. Кімге өтеді осы нәрсе? Сіздерге 120 мың теңге деген көп болып көрінді ғой, бірақ сіздер күніне 2 мың теңге төлеп отырсыздар. Ал 2 мың теңге бір күндік обед. Енді қараңыздар, кім мысалы ағылшын тілі курсы болады, көп жағдайда адамдар түсіндіре алмайды, неге қымбат 6 мың теңге дейді. 14 мың теңге мысалы көп, бізде Алматыда средний бағасы 14 мыңды аптасына 3 реттен өтеді, сонда 12 сабақ 4 апта, дұрыс па? 14 мыңды 12-ге бөліңіздерші. Даже бұны 12 күн емес, даже 30-ға да бөлуге болады, өйткені күнге есептеледі ғой, 2 ай деп, 1 ай деп есептенеді. 466. Сонда ағылшын тілін үйрену үшін күніне 466 теңгені жинап отырсаң болды. Көрдіңіздер ма? Кімде мысалға енді мынандай нәрсе. Кімнің курсы осындай болады, курс болуы мүмкін, немесе сіздерде бір затқа гарантия болуы мүмкін ғой. Біреу 1 жыл гарантия береді. 1 жыл гарантия берсеңіздер, сол заттың бағасын, былай жазып қойшы, заттың бағасын, гарантияның бағасына бөлесіздер. Гарантияның бағасына бөлесіздер. Егер гарантия бере алса, то есть гарантияның уақытына, то есть гарантия мысалға 3 жыл болса, оны 3 жылға бөлмеңіздер. 3 жыл дегеніміз қанша күн мысалға, соған бөлесіздер. 1 жыл болатын болса 365 күн, дұрыс па? Мысалға мен бір зат жасаттым, маған 1 жылға кепілдік берді. Мысалға біздің аяқ киімде 3 жылға дейін деп айтамыз ғой, жарайды 1 жыл деп берейін. Енді қараңыз, средний бағасы мысалға 35 мың теңге болатын болса, оны 365 мыңға бөлің, 368-ге бөліңізші. 95 теңге ма? Кожный аяқ киім алу үшін күнде 95 теңге жинап отырсаң болды. Ол сіз жинап, бір жыл жинап, 1 жылдан кейін маған келіңіз деген сөз емес ол. Сіз просто күнде ойша, былай 95 теңгеден мысалы жинасаңыз, 1 жыл киетін аяқ киімді осындай бағада аласыз деген сөзді. Негізі осы нәрсемен бізде көп адамдар клиент жинаған осы сөзбен. Мынаны түсіріп алыңыздар. Бұл нәрсе келетін салалар болады, бұл нәрсе келмейтін салалар болады.